Акценттен құтылудың 5 жолы. Біріншісі произношение және акцент. Произношение бұл әріпті, буынды, сөзді дұрыс айту. Орыс тілінде әр дыбысты дұрыс айтпасақ, бұл акцент болып естіледі. Қазақ тілінде сөздер жеңіл әрі жіңішке дыбысталады. Ал орыс тілінде жуан дыбысталады. Сондықтан да бізде көбімізде акцент пайда болады және де қиындықтар туындайды. Сонымен әріптерді дұрыс дыбыстап үйренейік. Әріпі. Мысалы, удачливые, красивые деген сөздерді алайық. Көбіміз удачливее, красивее деп айтып қаламыз. Әріпін анық айту керек біз. Удачливые, красивые. Ж, ш, ш, ч әріптері. Мысалы, бұл сөзді көбіміз жили, мыши, чашка, щука деп айтып қаламыз, Бірақ бұл сөздерді біз қате дыбыстаймыз. Өйткені ж, ш бұл жуан дыбыстар. Және де бұл дыбыстарды біз жуан дыбыстау керекпіз. Мысалы, жили, мыши. Біз бұл жерде и деп дыбыстамаймыз, деп дыбыстаймыз. Жили, мыши, ча, ша бұл жіңішке дыбыстар. Бұларды біз жіңішке дыбыстаймыз. Мысалы, чашка, чашка емес, чашка. Чашка. Ямен дыбыстаймыз. Щука емес, щука, щука деп дыбыстаймыз. Және бұл сөздер дыбысталуы. Бұл жазылуы емес, бұл сөздердің дыбысталуы. Келесі жіңішке белгісі. Көбіміз жіңішке белгісін елемеу мүмкінбіз. Бірақ жіңішке белгісінің функциясы бұл сөзді жіңішке қылу. Көбіміз делать, говорит, дождь, морковь деп айтып қаламыз. Бұлай айту қате болып саналады және де бізге акцент болып естіледі. Бұл сөздерді қалай дыбыстау керекпіз? Делать, делать. Жіңішке дыбыстаймыз. Соңғы дыбысты тыны мысалы. Жіңішке дыбыстаймыз. Делать. Делать емес. Делать. Говорить. Говорит емес. Говорить. Дождь. Дождь. Дождь емес. Дождь. Және морковь. Морковь. Морковь емес. Морковь. Келесі әрпі. Әрпі қай кезде жіңішке, қай кезде жуан айтамыз. Әрпінен кейін жіңішке белгісі и, е, әріптеріне қараймыз. Мысалы, лучи, ла, лавры деген сөздерде әрпін жуан дыбыстаймыз. Ал мына сөздерде әрпін жіңішке айтамыз. Эль. Мысалы, большой. Большой емес, большой. Маленький. Маленький. Маленький емес, маленький. Миленький. Миленький емес, миленький. Яғни, әрпін жіңішке дыбыстаймыз. Кеңес, егер әріпті не сөзді қалай дұрыс оқу қажет екенін білмесеңіз, ал қасыңызда оқып беретін адам болмаса, интернеттегі Google аудармашыны пайдаланыңыз. Ол жерге сол сөзді жазып, қасындағы дыбыстық белгіні бассаңыз, сізге бот оқып береді. Бұл әдісті басқа тілдерге де пайдалануға болады. Екіншісі қазақы үн. Сөздерді дауыстап оқығанда, дауысты дыбыстардың барынша жуан шығуын қадағалаңыз. Әсіресе а, у, ү әрпімен ерекше жұмыс жасаңыз. Себебі акценті бар адамдардың көбі орысша сөйлегенде аны әге, оны
өке, ыны, і мен иге жақындатып айтады. Бұл сіздің де бойыңызда болуы әбден мүмкін, тек өзіңізге байқалмайды. Сондықтан өз сөздеріңізге құлақ түріңіз. Кеңес, өзіңіздің акцентіңіз қаншалықты екенін байқау үшін айтқан сөздеріңізді диктофонға жазып алыңыз. Одан соң барынша назар салып тыңдап көріңіз. Дауысты дыбыстарды қалай, толықтай жуан етіп айттыңыз ба? Бұл әдісті күнделікті қайталай берсеңіз, бір айдан соң ең алғашқы аудио мен соңғысын салыстырып көріңіз. Даму байқайтыныңызға сенімдімін. Үшіншісі екпін. Қазақ тілінде ударение, яғни екпін тек соңғы буынға түседі. Сондықтан біздің тілімізде ондай қиыншылықтар жоқ. Ал орыс тілінде бұл үлкен рөл атқарады. Әріптерді қанша жерден таза айтсаңыз да, екпінін дұрыс қоймасаңыз, бұл қатты акцент береді. Мысалы, мука және мука сөзін қарастырайық. Егер мука деп екпінді уға қойып оқитын болсақ, ол қайғы, мұң, қиналу деген сөз. Ал мука деп соңғы аны соссақ, ом деген мағынаға айналады. Сондай-ақ замок, сарай, ал замок, құлып. Яғни екпінді дұрыс қоймасаңыз, сізді дұрыс түсінбей қалуы әбден мүмкін. Қарап тұрсаңыз, жазылуы бірдей, бірақ екпіннің арқасында сөз түбегейлі өзгеріп тұр. Кеңес, екпінді қайда қоятынымды білмесем, қалай дұрыс оқымақпын деген сұрақ туындауы мүмкін. Осындай сайтты ұсынғым келіп тұр. Бұл Morpher деген сайт. Осы сілтеме арқылы орысша мәтінде бос орынға қойсаңыз, сізге дайын етіп екпінін қойып береді. Сілтемесін видеоның описание бөліміне қалдырып кетем. Төртіншісі ән айту. Ән айту акценттен арылуда ең үлкен көмегін тигізетін әдіс. Себебі сіз әншіні тыңдап, оған қосылып айту арқылы әнді ғана емес, сол әндегі сөздердің дұрыс айтылуын, интонациясын және эмоциясын да қабылдап аласыз. Бұл әдіс кез келген тілді меңгеруде өз пайдасын тигізеді. Ән айтудың ең тиімді жолы бұл сөзін оқып отыру арқылы әншіге қосылып айту. Сондықтан сөздері жеңіл, жаттауға оңай болып табылады. Бесіншісі, оқылуын білмеу. Яғни біз көбіміз қалай жазылып тұр, солай оқи береміз. Және бұл қазақ тіліндегідей емес. Қазақ тілінде қалай жазылып тұр, солай оқи береміз, ал орыс тілінде олай емес. Орыс тілінде қалай жазылып тұр, солай оқитын болсақ, бұл акцент болып естіледі. Сонымен бұған көп практика жасау керек, көп тыңдау керек. Сонымен бірге дыбысталуын білу керекпіз. Мысалы, мына сөздерді қалай оқимыз? Жазылуы желтый, әрине былай оқысақ акцент болып естіледі. Бұл сөзді біз желтый деп оқу керекпіз. Келесі сөзді мячи деп айтсақ, акцент болып естіледі. Мичи деп дыбыстау керекпіз. Келесі мысал shell деп оқысақ, бұл акцент болып естіледі. Сондықтан да бұл сөзді шол деп айтамыз. Шол деп дыбыстаймыз. Келесі мысал жираф деп айтсақ, бұл акцент болып естіледі. Бұл сөзді жираф деп дыбыстаймыз. Тік жақша бұл сөздің дыбысталуы болып табылады. Сонымен қалай жазылып тұр, солай оқитын болсақ, бұл өте үлкен акцент береді бізге. Келесі сабақта кездескенше қош сау болыңыз.